Қазақстан жемқорлық жайлаған 100 мемлекеттің қатарынан бір-ақ шықты. Transparency International ұйымының дерегінше еліміз 100-ден 39 балл жинап, 180 мемлекеттің қатарынан 92-ші орында тұр. Ал былтыр 101-ші орында едік. Статистикаға сүйенсек, өткен жылы 2 экс-министр, 3 бұрынғы вице-министр, ауыл-аудан облыстың 16 әкімі мен оның орынбасарлары, сонымен қатар 212 жоғары лауазымды шенеунік сотталды. Айта кетейік, дәл осы жемқорлық саласы қай салада белең алуда? Ел не дейді? Армысыз, мен Азиза Мадияр. Бұл жолы халықтан дәл осы сұраққа пікірін білетін боламыз. Білім саласында ғой. Больницада ақша берсең ғана қарайды, бермесең қарамайды. Денсаулық деп ойлаймын. Адамдар емделу үшін көп нәрсе сұрайды, көп нәрсе талап етеді ғой. Денсаулық саласында шығар сол. Жоқ жемқорлық. Білмеймін. Ой, білмеймін. Мектепте көп сондай бар деп естиміз әйтеуір. Органда істейтіндер де сәрем, бас қарапайым қазақта қаяқтан болады жейтін. Жоқ. Білім саласында ғой. Мысалы, мұғалімдер болып тұру үшін пәленбай миллион ақша бересің. Денсаулық шығар, наверное. Потому что ауырған кезде анандай көп ақша істей бастайды ғой врачтар. Қазір тем более врачтар көбейіп кеткен. Особенно білім саласы мен денсаулық саласында ғой. Пара бермесе жұмысқа кіре алмайсың біз Шымкентте. Білімде ғой меніңше. Әкімшілік осы госслужбаның бәрінде коррупция көп па? Білім жағынан көп. Жоқ жемқорлық. Может, білім саласында? Универде дейін да білім беру орындарында содан көп сауатсыз мамандар. Я думаю, в образовании и в полиции. Сол полицияның өзінде ғой. Жұмыспен қамту бар ғой, халықпен сол жақтарында негізі көп деп ойлаймын. Мына көше салуда көп. Медицина, полиция. Барлығы оқу орнынан басталады деп ойлаймын. Полиция, наверное. Бір жерде бар шығар. Барлық салада. Білмеймін ғой. Әсіресе денсаулық саласында. Полицияда болуы мүмкін. Оқу орналарда. Барлық салада бар ғой. Бізде бәрінде бар. Акиматта деп ойлаймын негізі. Жемқорлық бар ғой. По-моему, бәрінде ғой. Білмеймін вообще. Барлық жерде ақша қазір. Ақша берсең өтесің, болмаса өтпейсің. Барлық салада бар. Жоқ. Жоқ деп ойлаймын. Я считаю, что в обучении много коррупции. Жолда бар шығар. Милиция, медицина, содан кейін мұғалім да. Ақшаң болса, танысың болса, жүресін айтпесең жүре алмайсың. Мұғалім болып кіру үшін 1,5 миллион теңге беруің керек, или 2,5 миллион теңге беруің керек. Мен аға әпшелерім бар, кіре алмай жүр. Еще 2,5 миллион теңге береді, и ол айлығын алам дегенше жұмыстан шығарып жібереді оны. Сөйтеді да орнына басқа адамды алады. Бүкіл жер коррупция, мен сізге айтайын. Ой, бүкіл жерде бар ғой. Аяқ қолын кесіп тастайтын сондай заң керек бізге. Ата тоқтамайды ол. Бәрі жейді жолын тауып ше. Лесқоздың өзі, орман шаруашылықтарының өзі өртеп, ақша аударып жеп отыр. Сол сияқты бәрінің жолы бар ғой.